Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Флэш достар. Бүгін бізде өте керемет тағы да видео достар. Видео білем көп шықпады, почти 2 аптада видео шықпады достар. Оған дымда ренжімеңіздер достар. Менде біріншіден идея болмады, екіншіден идея болмағасын желание да болмады. Сосын видеоға тіпті түсіргім де келмеді, сонымен 2 апта өтті достар. Солай 2 апта өтті, енді сіздерге қайттан керемет контенттер түсіріп бастайтын боламыз. Достар, біріншіден сіздерге 5000 подписчик үшін өте рахмет, не айтарым білмей қалдым ғой. 5000 подписчик, яғни бірінші мақсатымызға жеттік достар. 5000 подписчикке де жеттік. Ендігі мақсат достар 10000 подписчик, 10000 подписчикке де смело жеткізіңіздер. Ол үшін не істеу керек достар? Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер. Яғни астында тұрған подписаться деген кнопканы басып, жанынан шыққан колокольчикті басып кетіңіздер. Сіздерге өтініш болсын достар. Осындай кереметте Рамазан айында біреуге қуаныш сыйлаған сіздерге де кереметте сауап деп ойлаймын. Маған өте кереметте қуаныш болатын еді, сондықтан подписаться деген қызыл кнопканы басып, міндетті түрде арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де лайкты да ұмытпаймыз достар. Лайк басып, яғни лайкты көп басқан сайын менің видеом топқа шығатын болады достар. Солай барлығын түсіндіңіздер деген ойдамын достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге сол өзіміздің салыстыру бөлімі, яғни бүгін бізде Кубро мен Шелзи салыстыратын боламыз достар. Кереметтей салыстыру болады. Алдағы уақытта өздеріңіз көретін боласыздар. Ал мен видеомды бастайын, кеттік. Достар, өздеріңіз білетіндей алғашқы раунд ол әрине екеуінің подписчиктер саны достар. Бұл жерде енді білесіздер, Шелзи Кубродан кейін түсірді. Сондықтан Шелзида Кубродан қарағанда өте аз подписчик, яғни өте демей қойын. Куброда 400 мыңға жуық, ал Шелзиде 200 мыңнан асты. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Бірінші раунд бойынша әрине Кубро ұтатын болады. Достар, әрине екінші бізде ол каналдың ава шапкасы, яғни безендірілуіне келетін болсақ достар, ода бірінші көріп тұрғандарыңыздар ол Шелзидікі, яғни өзінің форматында, өзінің стилінде, яғни мысықтың суреті көзге өте керемет көрінеді. Екінші міне достар Кубронкі да өте керемет, кәдімгі шрифттері, өзінің стильдері, фишкалары. Солай, бұл жерде маған шынды айтайын, екеуіңкі де өте керемет ұнайды. Екеуіңкі де жақсы дизайнер жасаған, или өздері жасаған ба, кім жасаса да екеуі де өте жақсы шыққан. Сонымен екінші раунд қорытындысы бойынша екеуіне де 1-1 балдан береміз. Достар, бізде енді есеп 2-1 Кубро ұтып келе жатыр. Енді бізде келесі ең алғашқы видеоларының просмотры. Ең алғашқы видеолардың просмотры бірінші ол Шелзида өте керемет просмотр, 177 мың просмотр. Ол жақсы просмотр. Екінші бізде достар көрттіңіздер Кубронкі енді аздау. Енді тіпті бірінші видеоға аздау. Енді осы раунд бойынша енді Шелзи ұтқан болатын. Шелзиға 1 балл, сонымен есеп тең-тең 2-2. Достар, бізде келесі раундта келіп жетті. Ол осы раундта біз екеуінің видеоларының общий просмотрын салыстыратын боламыз достар. Бірінші көріп тұрғандарыңыздай Кубронкі өте керемет көрсеткіш қараңыздар, 28 миллион. Өте керемет, мынандай каналдың активі деген жестко прям. Енді достар, Шелзидікін көретін боласыздар. Шелзида міне 11 миллион. Әрине Шелзиға да өте керемет көрсеткіш. Яғни екеуі де жақсы көрсеткіш болып тұр, бірақ Кубронкі кішкене көбірек. Сондықтан осы раунд Кубро алатын болады. Достар, бізде есеп 3-2 Кубро ұтып келе жатыр, және де бізде соңғы раунд достар. Бұл раундта біз екеуінің скиллдарын салыстыратын боламыз. Достар, бұл жерде айдан анық, әрине Куброның скилл мықты деп шек бітсеңе. Әрине бұл жерде смело Шелзи алып тұр, Шелзінің скиллі просто ауф. Сондықтан 1 ұпай бұл жерде Шелзи алады. Сонымен есеп тең-тең.
Достар, сіздерге қайсы ютубер көбірек ұнайды? Әрине бөліп жарудың ешқандай қажеті жоқ. Екеуі де қазақ ютубын дамытып жүрген ютубер. Бірақ сіздерге қайсы қаттырақ ұнайды, немесе қайсы жеңгенін қалайсыздар, оны міндетті түрде комментарийға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқып лайк басып кететін боламын. Көбірек комментарий жазсаңыздар, маған да жақсы видео рекомендация бөліміне шығатын болады. Достар, міне осылай бізде кереметтей салыстыру болған болатын. Тағы да салыстыру күтсеңіздер, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Сол енді, сіздермен бірге болған мен Флэш, аматта өскенше, ал давайте анықтаңыз.